Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен 4 сынып математика 113 сабақта өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлшектер және аралас сандар. Бүгінгі сабақта өтетініміз дұрыс және бұрыс бөлшектерді, аралас сандарды ажыратуды үйренетін боламыз. Балалар, алдымен каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып және видеоға лайк басып қойыңыздар. Енді балалар, бірінші есепке қарайық. Есепті шығар. Ақауы бар шүмектен күніне шамамен 10 литр, яғни бір шелек су ағып кетеді. Бір аптада қанша су босқа ағып кетеді? Бір айда дейді. Және бұл табиғатқа қандай зиян келтіреді? Егер 1 метр куб су 70 теңге тұратын болса, онда шүмектегі ақаудың отбасылық бюджетке қалай әсер ететінін есепте дейді. Енді алдымен есептің шартын құрып жазып алайық. Күніне 10 литр кетеді, яғни бұл дегеніміз бір шелекпен тең. Енді аптасына қанша кететінін тап дейді бізге. Аптасына, яғни 10 литрден деп есептегенде күніне бір аптада 7 күн бар. Сонда 7-ні 10 литрге көбейтеміз. Сонда бізде 70 литр болады. Сонда аптасына 70 литр, яғни 7 шелек су кетеді екен. Енді бір айда ше дейді. Бір айда болса, онда біз 30 деп аламыз. Бір айда 30 күн болғандықтан. Енді сол 30-ды 10-ға көбейтеміз, 10 литрге. 30-ды 10-ға көбейтсек 300 литр болады. 300 литр дегеніміз бұл 30 шелек. Енді егер 1 метр кубтың су 70 теңге тұратын болса, онда шүмектегі ақаудың отбасылық бюджетке қалай әсер ететінін есепте дейді. 1 метр куб дегеніміз бұл 1000 литрге тең, ал 1000 литрге суға бұлар 70 теңге төлеу керек. Келесі бізде екінші есеп. А және Әсі берілген. Асында айтады: бөліктердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз. 6-дан 6 бірге тең екендігін біле тұра, 1 бүтін 1 қосылған 6-тан 5, яғни 1 бүтін 6-тан 5 түрінде жазуға болама дейді. Енді біз жалпы берілген суретте бөліктердің біреуінде 6 бөліктің 5-еуі ғана боялған. Демек оны 6-тан 5 деп алсақ болады. Ал екіншісінде 6-ауының 6-ауы да боялған, оны 6-тан 6, яғни оны бірге тең есептеп алсақ болады. Енді оны біз аралас сан түрінде жазуға болама дейді. Яғни бүтін 1 қосылған 6-тан 5 ол тең болады 1 бүтін 6-тан 5. Яғни оны біз жаза алады екенбіз, сонда жақшаның ішіне болады деп жазып қоямыз. Келесі екінші сызбада 3-тің неше үресі белгіленген? Бұрыс бөлшек түрінде жаз. 3-тен 5 ол тең болады 3-тен 3 қосылған 3-тен 2-ге. Яғни ол 1 бүтін қосылған 3-тен 2 деп жаза алуға болама дейді. Енді бірінші бізге берілген сызбаға қарайық. Сызбада 4 бүтін сан берілген. 0-ден 1-ге дейінгі аралық 3 бөлікке бөлінген. Яғни оны кестеге белгілейміз сызбаға. 3-тен 1, 3-тен 1-ден кейін 3-тен 2, 3-тен 2-ден кейін 3-те 3. 3-те 3 деген бұл 1-ге сәйкес келеді. Және 3-тен 5 деген 1 мен 2-нің аралығында 1-ден, яғни 1-ден кейін 3-тен 4, одан кейін ары қарай 3-тен 5 болады. Сонда біз оны 3-тен 5 тең бұл 3-тен 3 қосылған 3-тен 2, яғни бүтін 1 қосылған 3-тен 2 деп аралас сан түрінде алсақ болады екен. Натурал сан мен дұрыс бөлшектің қосындысы түрінде жазылған сан аралас сан деп аталады. Мысалы 2 бүтін 2 қосылған 3-тен 1, бұл 2 бүтін 3-тен 1 дегенді білдіреді. Үшінші есеп. Тапсырманы орында. Суреттерді пайдаланып аралас сандар жаз делінген. Бізге бүтін және бөлінген алмалар берілген. Бірінші суретке қарайық. Бүтін 1 алма және екіншісі бүтін 1 алманы 2-ге бөлген. Сонда аралас сан түрінде жазған кезде 1 бүтін 2-ден 1, яғни бөлініп біреу алынған деген ол 2-ден 1 деп есептелінеді. Екінші суретте 4 алма және 1 жарты алма берілген. Сонда 1 алманың жартысы алынған, ол 2-ден 1 болады. Аралас сан түрінде жазсақ 4 бүтін 2-ден 1 болады. Келесі үшінші суретте бүтін 2 алма, одан кейін 1 алманы 4-ге бөліп, оның 3 бөлігі алынған. Сонда аралас сан түрінде жазсақ 2 бүтін 4-тен 3 болады. Ары қарай осы үшінші есептің әсі. Аралас сандарды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жаз дейді. Біріншісі бізде 5 бүтін 9-дан 6. Біз оны бүтін 5 қосылған 9-дан 6 деп жазамыз. Екіншісі 7 бүтін 42-ден 13. Оны бүтін 7 қосылған 42-ден 13 деп жазамыз. Үшіншісі
4,11-ден 5-ті бүтін 4 қосылған 11-ден 5 деп жазамыз. Және төртіншісі 87,9-дан 7, оны бүтін 87 қосылған 9-дан 7 деп жазамыз. Қосу және азайту кезінде бүтін бөлікті бүтін бөлікке қосады, азайтады, бөлшекті бөлшекке қосады немесе азайтады. Төртінші есеп есепте. Яғни бүтін сандарға аралас сандарды қосуымыз керек. Біріншісі бүтін 5 қосылған 2,8-ден 3 деп тұр. Бүтін сандарын қосып аламыз. Сонда 5-ке 2-ні қоссақ 7 болады. Сонда 7,8-ден 3 болады. Екіншісі 12,15-ден 8-ден біз 12-ні алуымыз керек. Бүтін сандарын азайтып аламыз. Сонда бізде 15-ден 8 қалады. 12-ден 12 алсақ 0 болады. Үшіншісі 10,3-ден 4 азайтылған 7. 10-нан 7-ні азайтамыз, 3 болады. Сонда 3,3-ден 4 деген сан шығады. Төртіншісі 4,9-дан 1 қосылған 3,9-дан 4. Бүтін сандарын қоссақ 4-ке 3-ті қоссақ 7. Енді бізде бөлімі 9 болып тұр. Ол 9 болып қала береді. Енді алымдарын қосамыз. 1-ге 4-ті қоссақ 5 болады. Сонда жауабы 7,9-дан 5. Әрі қарай бізде 5-шісі 4,6-дан 1-ге 10-ды қосуымыз керек. Сонда 10-ға 4-ті қосамыз, 14,6-дан 1 болады. Және бізде соңғысы 6-шысы 7,7-ден 5-тен азайтуымыз керек 4,7-ден 3-ті. Ең бірінші бүтін сандарын азайтып аламыз. 7-тен 4-ті азайтамыз, 3 болады. Бөлімдер бірдей 7 күйінде қалады. Енді алымдарын азайтамыз. 5-тен 3-ті азайтсақ 2 болады. Сонда жазылған кезде 3,7-ден 2 болады. 5-ші есеп тапсырманы орында. Сан сәулесін сыз. Бірлік кесінді ретінде дәптердің 6 торкөзін ал. Сан сәулесінде 6-дан 2, 6-дан 4, 1,6-дан 1 және 1,6-дан 3 сандарын белгіле дейді. Алдымен балалар дәптерімізге осы сәулені сызып алайық кесіндіні, яғни. Бүтін сандар ретінде 3-ке дейін белгілейміз. 0 мен 1-дің арасында 6 торкөз, 1 мен 2-нің арасында 6 торкөз, 2 мен 3-тің арасында 6 торкөзден тастап, яғни белгілеп сызамыз. Сонда бұл жерде бізде 0-ден 1-ге дейінгі сан 6 бөлікке бөлінген. 6-дан 2 дегеніміз ол, яғни 0-ден кейін 6-дан 1 болады, ал одан кейін 6-дан 2 болып белгіленеді. Одан кейін 6-дан 3, яғни 1 торкөз тастап, ары қарай тағы да біреуін белгілесек, ол 6-дан 4 болады. Енді ол 1,6-дан 1 деген 1-ден үлкен болып тұр. Яғни ол 1,6-дан 3 екеуі 1 мен 2-нің аралығында орналасады. 1-ден кейінгі белгіленген жер 1,6-дан 1 болады. 1 торкөз тастап, одан кейінгі жер 1,6-дан 3 болады. Енді есептің әсі. Сан сәулесін сыз, бірлік кесінді ретінде дәптердің 10 торкөзін ал, сан сәулесінде 1-ден кем және 1-ден артық сандарды белгіле, бөлшектерді жаз дейді. Бұл жерде 0-ден 1-ге дейін 10 торкөз, 1-ден 2-ге дейін 10 торкөз кесінді белгілеп сызамыз. Сонда 10-нан 3-ті және мысалы 10-нан 3 деп белгілесек болады. 0-ден кейін 3-ші сызыққа. Одан кейін 8-ші сызыққа біз 10-нан 8 деп белгілесек болады. Және мысалы 1 бүтін деп алсақ та болады, 1 мен 2-нің аралығына қоямыз. Ол 1-ден үлкен болады. 1-ден кейін 4-ші торкөзге 1,10-нан 4 және 6-шысына 1,10-нан 6 деп белгілесек болады. Енді бұл жерде 1-ден кем сандар бұл 10-нан 3 және 10-нан 8, ал 1-ден артық сандар бұл 1,10-нан 4 және 1,10-нан 6 болады. Келесі бізде 6-шы есеп, есептеулерді орында дейді. Ең біріншісі бізде 19-дан 18 азайтылған 19-дан 7. Оған қосамыз 19-дан 3-ті. Барлығын біріктіріп жазып аламыз, себебі бізде барлығының бөлімдері бірдей. Алымдарын бір-біріне азайтып қосамыз. Асты 19 болып тұрады, яғни бізде бөлімі. Үстіңгі жағы алымы 18-ден 7-ні азайтамыз және оған 3-ті қосамыз. Сонда есептің жауабы 19-дан 14 болады.
Келесі бұл жерде де тура осындай бізде бөлімдері бірдей 11. Бірінші 11-ден 9 азайтылған 11-ден 3 азайтылған 11-ден 2. Барлығын біріктіріп жазып аламыз. 11-ден 9 азайтылған 3 азайтылған 2. Сонда жауабы 11-ден 4 болады. Кейінгісі жақша арқылы берілгені 15-ден 11 азайтылған жақша ішіндегі 15-ден 3 қосылған 15-ден 7. Жақша жабылған. Енді бірінші 15-ден 11-ді жазып аламыз. Және одан азайтамыз. Жақшаның ішін орындаған кезде 15 болады бөлімі, ал алымы 10 болады. Сонда 15-ден 10. Енді 15-ден 11-ден 15-ден 10-ды азайтсақ, 15-ден 1 болады. 7-ші есеп. Есептің шешуін өрнек түрінде жаз. Каспий теңізіндегі итбалықтарды сақтау үшін оларды шабақтармен қосымша қоректендіреді. Бүгін оларға қорек ретінде шабақ балықтар дайындалды. Таңертең итбалықтар дайындалған шабақтардың 12-ден 5-ін, күндіз тағы 12-ден 4 бөлігін жеді. Итбалықтар қанша бөлік шабақ жеді дейді. Алдымен есептің шартын құрамыз. Таңертең 12-ден 5 бөлігі, күндіз тағы яғни 12-ден 4 бөлігі. Сонда жеді бізде белгісіз. Шешуін табу үшін таңертең және күндіз тағы жеген бөліктерді қосамыз. 12-ден 5-ге 12-ден 4-ті қосамыз. Бөлімі 12 болып қалады. Алымдарын бір-біріне қосамыз. 5-ге 4-ті қосамыз, сонда 9, яғни 12-ден 9 болады. Жауабы итбалықтар 12-ден 9 бөлік шабақ жеді. Есептің әсі. 1984 жылы Каспий теңізінде 380.100 итбалық есепке алынды. Қазіргі уақытта оның 3-тен 1 бөлігі ғана тіршілік етеді. Теңізде қазір қанша итбалық бар дейді. Есептің шартын жазайық. 1984 жылы 380.100 итбалық. Қазір белгісіз, бірақ осы бастапқыдан 3-тен 1 бөлігі ғана тіршілік етеді дейді. Сонда оны қанша қазір итбалық бар екенін табу үшін 380.100-ді 3-ке бөліп 1-ге көбейткенге тең болады. 380.100-ді 3-ке бөліп 1-ге көбейтсек 126.700 болады. Сонда теңізде қазір 126.700 итбалық бар екен. Айлақта 6 түсті қызыл құтқару қайығы бар. Бұл барлық қайықтың 3-тен 1 бөлігі, қалғандары көк түсті. Айлақта барлығы қанша құтқару қайығы бар дейді. Бізде барлығы белгісіз болып тұр, я? Қызыл түсті бізде 6. Бұл барлығының 3-тен 1 бөлігін құрайды екен. Және көк түстінде табуымыз керек. Сонда барлығын табу үшін біз 6-ны 3-ке көбейтеміз. Ол 18 болады. Ал енді біз көк түсін табу үшін барлығынан осы қызыл түсті құтқару қайығын алып тастаймыз. Сонда 18-ден 6-ны алсақ бізде 12 болады. Яғни есептің жауабы айлақта барлығы 18 құтқару қайығы бар екен. Келесі бізде 8-ші есеп. Цистернада суғару үшін құйылған 60 тонна су бар. Күнде таңертең өсімдіктерді суғаруға 6 тонна су алынады, ал кешке 4 тонна су қайта құйылады. Неше күннен кейін кешке цистернада 20 тонна су болуы мүмкін дейді. Басында негізі күніне, яғни басында 60 тонна су болған. Бірақ таңертең 6 алынады және кешке 4-те қосылады. Сонда 60-тан 6-ны азайтып, оған 4-ті қосамыз. Сонда бізде күніне 58 тонна цистернада су қалады екен. Енді күніне қанша жұмсалатынын табу үшін азайып отыратын, яғни 60 тоннадан осы 58-ді азайтамыз. Сонда бізде 2 тонна күніне бұл. Енді 20 тонна су болу үшін қанша неше күннен кейін табу үшін оны біз 60-тан 20 тоннан азайтамыз. Сонда бізде 40 тонна қалады. Енді неше күннен кейін болатынын табу үшін кешке цистернада 20 тонна су болуы. Ол үшін біз 40-ты күніне қанша жұмсалатынға бөлуіміз керек. Сонда бізде күніне жаңа 2 тоннадан жұмсалады дедік, я? Демек 40 тоннаны 2 тоннаға бөлеміз, сонда 20 күн болады. Сонда 20 күннен кейін кешке цистернада 20 тонна су болуы мүмкін екен. Келесі 9-ші есеп. Тапсырманы орында. Санды оның бүтін және бөлшек бөліктерінің қосындысы түрінде жаз дейді. Бізге 4 сан берілген екен.
Енді бұның қосындысы түрінде жазу керек. Бұл аралас сан бізде, иә? 3 бүтін 5-тен 4. Оны біз бүтін 3 қосылған 5-тен 4 деп жазамыз. Біріншісі. Енді екіншісі 8 бүтін 10-нан 7. Оны 8 қосылған 10-нан 7 деп жазамыз. Үшіншісінде 25 бүтін 17-ден 15. Оны біз 25 қосылған 17-ден 15 деп жазамыз. Төртіншісі 4 бүтін 14-ден 11. Оны біз бүтін 4 қосылған 14-ден 11 деп аламыз. Енді әсі. Қосындыны аралас сан түрінде жаз дейді. 4 қосылған 17-ден 13 бұл 4 бүтін 17-ден 13 болады. 18 қосылған 100-ден 27 бұл 18 бүтін 100-ден 27 болады. Осымен балалар, бүгінгі біздің 113-ші сабағымыз аяқталды. Алдағы видеоларды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар балалар. Сау болыңыздар.